Бас ауруын дәрісіз емдеудің 8 тәсілі. Бас ауруының түрлі себептері бар. Қатты ашулану, дұрыс ұйықтамау, күйзеліс, уақытылы тамақтанбау, компьютердің алдында ұзақ отыру, тағы басқа. Ондай кездері дәріге жүгінбей-ақ табиғи жолмен бас ауруынан қалай айығуға болады. Ол үшін келесі кеңестерге құлақ түріңіз. Ең бірінші кеңесіміз, басыңыз ауырғанын сезсеңіз, дереу таза бір стакан су ішіп алыңыз. Екінші кеңес, басқа, мойынға, құлақтың сырғалығына массаж жасаңыз. Үшінші кеңес, лимон немесе бал қосылған жылы су ішіп алыңыз. Төртінші кеңес, жалбыз қосылған көк шай ішіңіз. Бесінші кеңес, зімбір, яғни имбір. Зімбірден дайындалған шайды күніне 3-4 рет ішсеңіз, бас ауруынан мүлде арыла аласыз. Алтыншы кеңес, таңертең басыңыздың ауырғанын сезінсеңіз, бір алма жеп алыңыз. Жетінші кеңес, бадам, яғни миндалда бас ауруын тез басады. Сегізінші кеңес, бір ас қасық кептірілген жалбыздың үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып, 10 минуттан соң ішіп алыңыз. Ащы десеңіз, бал қоссаңыз да болады.